بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Әліпби, Құран сабақтары. Ассаламу алейкум, қымбатты көрермендер. Мінекей өздеріңізбен әліпби айдары. Бүгін біз сабағымызда сіздермен араб тіліндегі әріптердің бір сөздің құрамында бірігуін үйренетін боламыз. Осы сөз құрамында бірігуді үйренбестен бұрын біз араб әріптерін, яғни 28 әріпті екі топқа бөлеміз. Бірінші тобын өзіне дейін де, өзінен кейін де әріп жалғайтын әріптер десек, екінші тобын өзіне дейін әріп жалғап, өзінен кейін әріп жалғамайтын әріптер деп бөлеміз. Бірінші тобымызға келетін болсақ, 22 әріп болады. Ал келесі тек өзіне дейін ғана әріп жалғайтын әріптер: алиф, вау, дәл, зәл, ро, за. Міне осы 6 әріп. Жаңа екіге бөлген әріптердің ішіндегі өзіне дейін де, өзінен кейін де әріп жалғайтын әріптерді бір-бірімен қосамыз. Менімен бірге ілесіп қарап отырыңыздар. Мысалы, бә әрібінің сөз басындағы көрініс. Оған қосамыз тә әрібінің сөз ортасындағы көрініс. Оған қосамыз фә әрібінің сөз соңындағы көрініс. Мінекей, бә әрібі сөз басында, тә әрібі, фә әрібі. Джим әрібі сөз басында. Қосамыз хә әрібі сөз ортасында. Оған қосамыз хо әрібі сөз соңында. Келесі син әрібі сөз басында. Шин әрібі сөз ортасында. Сод әрібі сөз ортасында. Дод әрібі сөз соңында. Келесі то әріпі. Қосамыз зо әріпі. Оған қосамыз айн әріпі. Оғайын әріпі қосамыз. Фә әріпі сөз ортасында. Қоф әріпі сөз соңында. Келесі әріп кәф әріпі сөз басында. Оған қосамыз ләм әріпі сөз ортасында. Он мим әріпі сөз соңында. Келесі нұн әріпі сөз басында. Оған қосамыз хи әріпі сөз ортасында.
Оған қосамыз я әрпі сөз соңында. Қосылған кезде осылай шығады. Бұл сіздерге әр әріптің бір көріністерін алып қосып жазғандағы көрініс. Құрметті көрермендер, міне осымен біздің бүгінгі әліпби айдары өз мәресіне келіп жетті. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. ورتل القرآن ترتيلا